Сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді құйылмалы бәліш киш дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші біз нанымызды дайындап аламыз. 250 грамм ұнға 120 грамм сары май қосып, ұнтақтап нанымызды елей бастаймыз. Екі дана жұмыртқа қосамыз. Үш ас қасық мұздай су қосамыз. Өз қалауыңызға байланысты бір қасық тұз қоссаңыз болады. Осылай барлығын араластырып, нанымызды дайындап, пакетке орап, тоңазытқышқа 30 немесе 40 минутқа алып қоямыз. Енді үйдегі бар ірімшікті осылай ұнтақтағыштан өткізіп, дайындап қоямыз. Менде кішкене моцарелла мен брынза қалыпты, және де қатты бір ірімшік болған үйде, соның барлығын қосып, дайындап қойдым. Енді сұйық ингредиентті дайындаймыз. Ол үшін бізге 350 мл сливки қажет. Ол міндетті түрде 20 немесе 30% болуы керек, себебі піскен кезде өте қою болып әдемі болады. Соған енді 2 жұмыртқа қосамыз да бағанағы дайындап қойған ірімшікті қосамыз. Құрметті менің арнамның көрермендері, сіздерден менің арнама жазылып, лайк қойып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Менің мақсатым 100 000 жазылушыға жету. Сіздерге бұл 1 секунд, ал мен үшін осы каналымның көркеюіне апарар жол. Сондықтан енді көмектесулеріңізді сұраймын. Кишіміздің начинкасын дайындай бастаймыз. Ол үшін біз 450 грамм тауық етінің төсін кесіп дайындаймыз. Оған жарты пиязды қосамыз. Сегіз дана шампиньон саңырау құлағын осылай кесіп аламыз. Енді отқа майымызды қыздырып, дайындап қойған начинкамызды қуыра бастаймыз. Бірінші тауық етін қуырып аламыз. Кесіп қойған пиязымызды қосып қуырамыз. Шампиньон саңырау құлақтарын қосамыз. Тұз, қара бұрыш және де тағы басқа үйіңізде бар, өзіңізге ұнайтын қалауыңызша дәмдеуіштерді қосып, пісіріп аламыз. Шампиньон саңырау құлақтары қуырған кезде өзінің суын бөліп шығарады. Сондықтан сол суы тартылғанша қуырамыз. Начинкамыз дайын болғаннан кейін енді нанымызды шығарып илей бастаймыз.
илеген кезде жан жағына кішкене 2-3 сантиметрдей орын қалдырыңыз, ол біздің бортиктарымыз болады. Формамызға нанды салмас бұрын ас қағазын төсеп аламыз, содан кейін барып нанымызды осылай туралап саламыз. Міндетті түрде пешке салмас бұрын шаңышқымен түбін тесіп шығамыз. градусқа қызып тұрған пешке 7 минутқа салып пісіреміз. 7 минуттан кейін нанымызды шығарып, ішіне начинканы саламыз. Енді ең қызықты сәт, начинкамыздың үстіне дайындап қойған сүйек қоспамызды құямыз да жақсылап туралаймыз бетін. Осы кезде сүйек қоспам төгіліп кетеді деп қорықпаңыз, себебі пешке салған кезде сүйек қоспаның ішіндегі жұмыртқа мен 20 немесе 30% сливкеміз қатаяды. Енді бетіне әдемілеп черри қызанақтарын турап шығамыз. Көбірек турасаңыздар да болады. Черри өзінің өте дәмді шырынын бөліп, ерекше дәм береді. Енді қызып тұрған пешімізге ары қарай қайтадан саламыз да 30-40 минут пісіреміз. Ал мінекей құйылмалы бәлішіміз дайын болды. Орысша айтқанда киш дейді. Бұл өте дәмді бәліш. Менің күйеуім бұл бәлішті өте қатты жақсы көреді, өзі де күшті қылып жасайды. Егер асықпасаңыз, дайын болған бәлішіңізді тоңазытқышқа бір түнге қойсаңыз, ертемен жесеңіз осындай өте дәмді болады. Ал енді видеом сізге ұнаса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыз. Рахмет, сау болыңыз.